Қайырлы кеш оқырмандар, бүгін сіздерге Өзбекстан елінің шашылып пісетін Самарқанд палауын дайындаймыз. Видео рецептін ұнаса, жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жас қойдың етін алып, осындай үлкенірек бөліктерге бөлеміз. Енді пиязымызды екіге бөліп майдалап тураймыз. Келесі сәбізді видеодағыдай ұзынша бөліктерге тураймыз. Енді қазанымызға май құйып, жаңағы пияздың жартысын күйдіріп аламыз. Менде бұрынғы чугун қазан, сонда палау керемет болып піседі. Пияз күйген соң алып тастап, қызып тұрған майға етімізді және құйрық майын екі жағынан қуырамыз. Қатты күйдірмеңіз, себебі етіңіз қатып кетеді. Біршама қызарса жеткілікті. Қуырған етті қазанымыздан алып, қалған пиязды қуырамыз. Сәл қызара бастағанда жаңа қуырылған етті кейін сәбізді салып 15 минут араластыра отырып қуырамыз. Сол уақытта суы тазарғанша күрішті 7-8 қайтара жуып, 30 минутқа суға салып, тұз қосып қоямыз. Он 15 минут өткен соң қуырылып жатқан асымызға тұз, су құйып, ортасына сырты ашылмаған сарымсақ салып, қазанның бетін орташа жауып 20 минут қайнатамыз. Уақыт өткен соң пиязды алып, нут және изюм саламыз да, үстіне күрішімізді сала бастаймыз. Нутты мен алдын ала пісіріп алдым. Міне күрішті салдық, үсті жағын біркелкі етеміз және жарты шай қасық әр жеріне тұз себеміз. Енді бұл жерде видеодағыдай ыстық су құямыз. Суымыз күріштен 1 см асып тұруы тиіс. Зираны осылай қолмен үгітіп саламыз. Енді қазанның қақпағын жаппай, суы тартылғанша қайнатамыз. Суы тартыла бастаған сәтте күріштің әр жеріне қасық немесе шпажканың көмегімен тесіктер жасаймыз. Күріштің беткі жағы пісу үшін аударып қойыңыздар. Суы толық тартылған соң күрішімізді ортаға тау етіп жинап, оттың астын ең азға қоямыз. Кейін қақпақты орамалмен орап, қазанның бетін жауып 25 минутке қалдырамыз. Міне палауымыз дайын болды. Енді араластырып, ет майымызды ұзынша етіп турап, әсемдікке ащы қызыл бұрыш, бөдене жұмыртқасын, жасыл пияз және үстіне сарымсақты қойсаңыз болады. Асыңыз дәмді болсын.